Қайырлы күн, құрметті қыз-келіншектер, эфирге қош келдіңіз. Есімім Ахниет Тиханбай, Зайыр білім академиясы негізін қалаушы, Жамбалаң атты, Жаңару атты тренингтердің авторы. Жаңару тренингі 3 айлық әйелдердің тайм-менеджментін реттейтін тренинг, бірақ не только уақыт, не только тайм-менеджмент. Бұл жерде жаңару деген үшін әйелдің қандай өмірінде сфера бар, барлығы соған кіреді. Өзіне уақыт табуы, уақытын басқара білуі, мақсат қоюы, күнделікті күйбең тіршілікті шаршамай-ақ тез-тез істеп тастаудың системасы, то есть ешқашан генеральный уборка жасамай-ақ арнайы бір уақытпен, системамен үнемі үйіңіз таза тұратын система. Одан кейін Алла қаласа оның ішінде мақсат қоямыз, оны қадамдарға бөлеміз. Жазираханға кірдеш. Одан кейін немеді күймен қарым-қатынас, денсаулығымыз, енемен қарым-қатынас, жалпы сіздің өміріңізде қандай сфера бар, бала тәрбиесі даже бұл тренингке кіреді. Соның барлығы қамтылған 3 айлық үлкен тренинг. Бұл кәдімгі университеттен академический білім алған сияқты білім. Сіздерге керемет эфир болады. Эфир шынайы отзыв. Осы күнге дейін жаңару тренингінде 16 поток жүрді. 16 поток. Аллахтың қалауымен, соның бүгін бітіруші кезі өте қызықты кез. Менің өзімде де қандай қыздар келді екен деп басында қызығам, ең соңында қандай қыздар менен бітіріп бара жатыр екен деген қызық болады да маған. Жақсыгүл, қайырлы күн, дейді қайырлы күн, Жақсыгүл ханым. Қазір тіркелгенін күтейік. Сізге запрос жіберіп қойдым, Жақсыгүл ханым. Ой, Жазира ханым. Так. Камераңызды ауыстыра қойыңыз. Вот, все. Естіліп тұр ма енді? Менің даусым қайталанып тұр ма? Я қайталанбайды, енді естіліп тұр. Жақсы, рахмет. Қайырлы күн, қалыңыз қалай? Эфирге қош келдіңіз. Өзіңіз туралы таныстырып кетсеңіз. Менің есімім Жазира, Алматыданмын. 37 жастан, жақында 38-ге толамын, 5 баланың анасымын. Мен осы неге келген кезде ең кішкентайым 9 айлық болатын. Қазір Аллаға шүкір 1 жасқа толды. Мен қалай келдім бұған? Айта берсем болады? Айта берсін. Получается, біз жолдасым екеуміз Инстаграм көріп отырамыз. И нелерді, рилстарды лайықтарып отырған кезде, осы сіздің неңіз шықты, рилсіңіз. И сол кезде қарап отырмыз да екеуміз, қатысып көрсейші деді күйеуім. Сонымен, мен еще танысу эфирінде де солай айтқам, мен күйеуім келді дегенде. Сонымен осыған қатысып көрсейші деді. Не үшін? Өйткені мен үй жинауда былай, енді 5 бала болғаннан кейін шашады. Сосын мен жүрем ұрсып, айқайлап, неге жинамайсың, неге шашасыңдар деп. Сонымен соны, тем более мен 9 айлық балам, оған дейін біраз уақыт үйді қарамай қойдым да, кішкентай балама өзіме қарап жүрдім. Сонымен енді кіріскен кезінде жаңағыдай болады ғой, ұрсып, айқайлап дегенде. Оның бәрін көреді ғой жолдасым. Сөйтіп 20 минутта үй жинап бітіресің дегенді көрген кезде, осыған қатысып көрсейші деп, тем более тегін екен деп. Сонымен бір аптаның ішінде біраз нәрсе үйренесің дегенге соған қатыстым. Соны қатысып жасап жүрдім. Жолдасым көрді, күшті екен ғой, деп енді прям бәрін көріп жүр ғой, мен жасап жүрген. Эфирді естімейді, бірақ көреді. И сонымен енді уже неге платный жағына келген кезде, енді мен курс сатып алайын дедім. Сатып алайын дегенде мен сразу шешім қабылдаған жоқпын. Мен ойладым, очередной кәдімгі курс болады ғой деп. Өткен оған дейін қаншама курс алдым, енді біреусінде результат болады, біреусінде болмайды дегендей. Сонымен очередной курс болам екен деп 2 ойлы, 3 ойлы болып жүрдім. Сосын жоқ, мен осыны алайын, өйткені менің бұған жолдасыма келді ғой дегендей да. Өйткені оған дейін мен уже практиковать етіп жүрдім. Жолдасыңды тыңда дегенді ше. Қандай не айтса да, ол бекерден бекер айтпайды, оған Алла тағала өзі салып қояды дегенді. И сөйтіп, бұл да Алланың қалауымен ғой дедім да. И уже күйеуімді уговаривать етіп бастадым. Осыншама ақша тұрады екен,
давай мен стандартқа хотя бы қатысайын деп. Сосын ол ары бері ойланып, ну жарайды деп келісіп қатыстық. Бұдан алған результаттарым былай. Мен өзімді кінәламай ұйықтап үйрендім күндіз. Өйткені оған дейін мен өзімді кәдімгідей ұйықтап, былай шаршайсың ғой енді. Қалғып кетсең, ұйықтап кетсең, оян 5 минут болсын, 15 минут ұйықтап тұрған кезде мен өзімді прям былай, ана бір 5-10 минут ұйқыда бір көп ұйықтап қойған сияқты сезінесің ғой. Сол кезде өзімді кінәлап, көп ұйықтап қойдым, анам бәрі қылып кетті, бала қалды қаралмай дегендей. Сондай бір ой болатын. Қазір мен өзімді кәдімгідей, даже балаларға айтам, ойнап жатса да, сендер ана кішкентайға қарай тұрыңдар, мен кішкене ұйықтап алам деп. Солай келісіп, уже сол жағым кәдімгідей, ол кәдімгідей жеңілдік болып қалды. Ұйықтап тұрған кезде тынышталып тұрасың. Одан кейін үйді уақытылы жинап, даже шашылмай тұрса да, бір реттеп дегендей уақытылы жинаймын и уақытылы тоқтап үйрендім. До конца прям ана, білмеймін, ана нені шкафтың түбіне дейін аяқтарып не істеп кетпеймін. Бұрын сондай болатын. Бір нәрсе бастайын ба, мен оның түбіне дейін жетуім керекпін. Жоқ, ол жерде де тоқтап үйрендім. Осы курстан, тренингтен үйренген. Потом мақсаттарды реттеп үйрендім. Ну, бірақ әлде де бар менде әлі. Енді бітіріп жатырмыз, 16-шы потоктың есімін. Әлде де бар менде, реттеу керек. Но былай, примерно уже мақсаттарым белгіледі. И осы мақсаттардың бір несі менде оразаны ұстау болатын да, уақытылы. Осы жолы менде, получается, 5 балада то 2 қабатпын, то босанып емізіп жатам. 2 жасқа дейін емізем, кемі. Алған қалаумен. Оны емізіп жатам, сосын емізіп болып, сразу көтеремін да, тағы да 2 қабатпын. Сонымен мен қанша уақыттан бері ол жазда ұстай алмай жүрген. Ұстайын десем, ана өзімде анандай болады да. Емізіп жүрсің ғой, 2 қабатсың ғой, әлсіреп қаласың дегендей. И осы жолы қанша айлық? 11 айлық болды ма? 10-нан астам ғой енді. Тәуекел еттім да, бір Аллаға тәуекел еттім, өзім ниет еттім. Я Аллахым, осы жеңілдетіп берші маған, жеңілдетіп, әлсіреп қалмайтындай. Сөйтіп ниет етіп, ол менің мақсатым болды. И оған жаңағыдай әрекет жасадым. И мен вообще андай ешқандай әлсіреген де жоқпын. Уақыт тез-ақ өтті. Тамағымды да істейтін. Бұрын мысалы ораза кезінде тамақ істеуге қиналатынмын. Ой, қиын ғой, ана қарның ашып тұрады, анан жегім келіп тұрады дегенде. Бұл жол вообще ондай ешнәрсе болған жоқ. Балам да әлсіреген жоқ, өзім де әлсіреген жоқпын. Аллаға шүкір, қазасыз, ештеңкесіз 29 күнді полный ұстап шықтым. Сосын тағы не? Потом бонус эфирлерін тоже күшті. Денсаулыққа өте, оның өзі жеке былай алатын болсаң, кәдімгідей ақша негізі. Сіз оны бонус ретінде беріп тұрсыз. Жаңағыдай, нені? Қалай еді? Киімді. Стилистпен, стилистпен. О жерде де біраз нәрсе өзіме алып алдым. Киім жайында. Біраз киімдерді тастадым дегендей. Сосын денсаулыққа тоже интим тренер, ол да жақсы. Оны бөлек алсаң, тоже ол қаншама не. Еще несі, сіздің ана интим тренер өте андай спокойно былай асықпай түсінікті қылып түсіндіреді екен да. Басқаларда ана тез ана қалай жасап, қалай не істеп жатқанын түсінбей қаласың. Лена Сайлаудың сізде осы жаңару тренингінің түлегі и өзінің садақам, білім садақасы болсын деп беріп кеткен ғой. Потом, так, сосын неде анализ жасап жүріп, жаңағыдай жолдасым, өзім күнде анализ жаса дейсіз ғой, әрнені. И соны ойланып жүріп, мен түсінгенім, мысалы маған айтады да, осы сен сияқты қаймекелерім, басқа туысқандар, сен сияқты келін келсін, сен сияқты не, сосын мен ойлаймын да, не үшін деп. И осы анализ жасап жүріп, мен түсіндім, мен сияқты, мен өзімнен өзім мұндай болған жоқпын. Бұған бәріне Алланың қалауымен жолдасымның сабырлығы осыған алып келген.
егер де жолдасым осындай болмағанда мен бұндай келін де болмас едім. Соған мен түсінік жетті да. И, например, ертең айтып жатса да, мен уже түсіндіре аламын да, ол жаңағы қайбикелеріне, мен осындай болуыма жолдасым септігі тиді деп та, себепкер болды. Значит, ол жерде не только келінге байланысты. Иә. И значит, сіз балаңызды да сондай болу керек деген, чтобы келін сондай болу үшін, и сіз де сондай болуыңыз керексіз, и балаңыз да сондай. Оның бәрі взаимосвязаны дегендей ше. Жаман қатын шықпайды дейсіз ғой. Қыз кезінде бәрі жақсы болып, жаман қатын шықпайды ғой. Өз-өзінен жаман болып кетсе ғой. Иә, оның бәрі жаңағы анализден шықты. Мен оған дейін, ой, типа, сен жақсысың дегенге, былай, ойланатынмын да, былай, неге ондай дегенде ше. Прям өзімен өзім, мен негізі, сіз еще айтасыз ғой, на берегу келісіп алу керек деп. Кезінде, танысқан кезде, солай полностью мен тамақ жасай алмай, мынаны істей алмай, мынаны білмеймін, салт дәстүр білмеймін. Үлкен абысыммен кездесіп, мен енем ерте қайтыс болғанда, сол үшін үлкен абысым енем орындадай, сондай. И сол кісімен үйленбей тұрып, сол кісімен кездесіп, и сол жерде мен прям бәрін айтып алдым. Жаңағыдай, егер де тұрмысқа шығатын қыздар болып жатса, оларға құлақтарын алтын сырға дегендей. Мен мысалы тамақ онша істеу білмеймін, салт дәстүр дегендерді онша көп білмеймін, орыс мектебінде оқыған. Сосын жаңағыдай, үйдің тірлігінде бәріне маған көмектессеңіз, мен бәрін істеймін. Сіз тек қана маған айтып тұрсаңыз болды дегенде ше. Былай бас салып мен істеп кете алмаймын деп. И ол да көмектесті Алланың қалауымен. И оны сіздің жаңа курста, сізде ол жерде айтып жатсыз, қайсы кезде де түсінік болды. Значит, мен дұрыс істеген екенмін ғой дегенде ше. Получается, сол курста барлығы үйретіледі. Иә, жағам деп емес, барасап күшті впечатление көрсетем деп тырысып, оны ешкім бағаламайды, как норма қабылдап, содан выгорание кетеді ғой елде. Жертва бола бастайды, мен тырыстым, мен істедім, мен ешкім бағаламай жатыр деген сияқты. На берегу келісіп алдым дейсіз ғой. Иә. Бұқыңыз мықты екен, енеңізбен келісіп алдым. Обычно кем айтасыз. Иә, ес орнында деп отырсыз ғой. Иә. Сосын балаларым, мен басында жаңағыдай енді өзім жинайсын, бәрін өзің реттейсің дейді. Сөйтіп жинап, істеп жүрдім, өзім үндемей болғанда үндеп сөйлесем. Айғайлап десеңізші, құлақтан тұншығып, ауыздан тұншығып. Арасында, иә, болады. Сосын, хоп деп өзіңді ұстайсың да, қой, тыныштал деп. Сөйтіп жүріп, жасап жүрдім. И қазір мен байқаймын да, қазір мен ұлым, өзі пылесос ұстап бастады, оған дейін ондай болмайтын. Мен өзім пылесос ұстайын дейді. Мен оған даже былай, пылесоста анау деп айтпаймын. Өзі алады, пылесосты барады, пылесостап жүреді. 12 жаста енді. Қыздарым тоже өзі төсегін өзі жинап, бұрын бәрін мен өзім жасай беретінмін. Қазір мен жаңағыдай делегировать етіп үйрендім да. Делегировать еткенде де былай, бұрын мен делегировать надо деген оны түсінем, білем. Но кейін кезде бір қисық жасап қояды, оған ашуланасың. Қойшы, сен жасамай қойшы, өзім жасайын деп. Қазір мен оған қарамайтын болдым. Жасай берсін, как есть. И сөйтіп, олар уже үйреніп келе жатыр. Перфекционизм кетті. Бұл мен сіз айтып отырсыз, мен сізге сразу не болған диагностика жасайын да. Сізде не болған? Сізде жасау керек, жасағаннан кейін ол идеально жасау керек. Өзім жаңағы бұл жерде, знаете, не только робот, жұмсасаң любой бала жасайды. Ол не результат па деу мүмкін. Ана жерде отырған қыздар, мен де балам жасайды. Айтқанды жасаған бала ол робот бала. Ал енді өзі инициатива білдіріп, мама мен көмектесейін, өзі пылесосқа жүгіріп, өзі сіз айтқызбай-ақ істеп, уже самостоятельно есейген бала өсіп келе жатыр ғой. И ол сол результат. Көп қыздың болі бұл, арманы да. Үйде тауық құсап айғайлауды шаршадым, мен айғайласам ғана істейді, мен айғайламасам істемейді ешкім үйде. Сосын ең бір нәрсе инфантильный балалар деп айтады олар. Өзінен ешқандай инициативасы жоқ, сен тимесең, мен тиме. Жаңа қасып, анда-мында тығылып, сотқа қарап дегендей бұрыш-бұрышта. Бұл жерде өзі білді, өзінің сотқа қарайтын уақыты бар, ойнайтын уақыты бар, бірақ міндетті бірінші істеп тастау. Бұл енді тәрбие ғой.
не только үйдің тірлігін істеп делегировать етіп сіз ана шаршамай демалуды үйренген жоқсыз, сіз балаларыңыздан бір үлкен тұлға жасап жатсыз. Жаңа өзіңіз айтпақшы күшті инсайт болып отыр да қазірдің өзінде. Мысалға не только жақсы келін болсын, жақсы әйел болсын, қызға байланысты, сіздің тәрбиелеп берген ұлға байланысты, дана енеге байланысты да. Келген кезде жатырқатпай, келінді сынамай, бара сап ожидать етпей, көп міндетті мойнына артып қойып, жаңа еще недовольный болып, содан әйел выгорать етеді. Жаман қатын қайдан шығады? Жаман қатын осындай шаршаған кезде шығады. Әбден қорқа қоянның өзі батыр болыпты дейді. Кезде келін тамаша, күшті. Ал былай сабақтарында, былай результат, отношенияңызда, күнделікті режимда мүмкін болды ма? Режим таңертең, ерте тұруға уже кәдімгідей мен уже үйреніп алдым десем де болады. Бұрын жата беруші едім. Қазір уже сәл кештеу тұрсам, уже басым ауырып тұрады. Уже ертерек тұрып, сразу тұрып бір реттеп аламын енді, мысалға шашылып ешкімге үндемей-ақ. Сосын тамағым ерте жасалатын болды. Бұрын кешке уже қалған кезде жасалады, қазір ерте жасап қоямын, и өзім де тыныш жүремін. Өзім де тыныштығасын ерте жасап қойсаң. Потом балалармен демалыс күні демалып үйрендім. Общий семейный болып. Отбасылық күн деген бізде болды. Оған дейін, мысалы, воскресенье, суббота, воскресенье, это обязательно үйді жинау, кір жуу, сонымен ақ өтетін. Или там, күйеуімді ананы істейік деп өткізетінбіз. Базарға барамыз деді. Базарға былай барам ғой, жоқ, былай күндер баратын. Именно үйдің тірлігіне соған салып қоятын. Күйеуіңіз демалғанда салып қоямыз солай. Өзім де соған кіріп кетем, и бірге сол. Қазір, наоборот, демалып үйрендім. И балалар бірге демалатынбыз да, воскресенье ол демалыс, чисто. Ештеңке істемейміз. Оның өзі қандай результат өткен. Қалай әсер етті сол отбасыға? Өте жақсы, бәрі андай спокойствие пайда болды да, тыныштық орын алды дейін ба, солай болды. Сосын тағы немене. Бұрын бізде қалай болатын дедіңіз, жаңа бастап келе жаттыңыз ғой, сөзіңізді бөліп жібердім. Бұрын сол жаңағыдай демалыс күндері, тревожная, мен ананы жинау керек, мынаны істеу керек, сондай болатын да. Суббота, воскресенье солай өтетін. Үй жинау, кір жуу, өйткені ол жиналып қалады ғой бәрі бір күнге. Апта бойы жасалмайды, например, уақытылы. Барлығы емес, жалпы. И потом жиналып қалады, и бәрін сол суббота, воскресенье қалдыратын болдым. Қазір, наоборот, өз-өзіме демалуға рұқсат беретін болдым, суббота дегендей да. Суббота болсын, воскресенье болсын. И балаларға да уақытты бөліп үйрендім. И жолдасыма да солай айтабай, бүгін, например, чисто демалайық деп солай үйреттім. Үйреттім болғанда түсіндірдім да. Бұрын ананы істейік, кіріп кете береді. Үйдің менеджері болдым, тынышталған. Үйде әйел тынышталады, бүкілі тынышталады. Автоматом, как будто цепная реакция кетеді ғой. Бұрын мен ойлайтынмын, маған, это не мой, маған қатысы жоқ бұның. Әйел ғана жасамау керек бұны, екеуміз бірге жасауымыз керек. Ол жасамаса, значит, мен де жасамаймын, и қала берсін сол күйі деп ше. Қазір мен уже түсіндім то, что все, что касается дома, балаларды, отбасы, ол әйелге байланысты екенін түсіндім да. Шынымен де әйел қандай болса, соған қарай отбасы да түзеледі дегендей, бала-шаға да соған қалай реттеледі, сабағы да, үлгерімі де, бәрі де, отношения да. Если это ты должен деп бір-бірімізге былай отыра берсек, онда сол күйі қала береді или артқа кете береді. Тамаша. Өзіңіз демалып үйрендіңіз бе? Синдром жертвы деген сабақ болды ғой. Өзім демалып үйрендім, Аллаға шүкір. Кәдімгідей ондай тревожный болатын бұрын. Қазір ондай емес. И потом жаңағыдай нелерді, курс, марафон дегендерді бұрын реклама шықса болды, сразу анаға кіріп кетемін да, ойланып уже ананы қалай алсам екен, осыны алсам
например, даже мен негізі мен мамандығым бойынша бухгалтермін. И сіздің сабақтан түсінгенім, то, что әйел адам өз несін, мақсатын өзгерте алады дегендей, да, это нормально дегендей. Отказ бере алады, бас тарта алады. Иә, бас тарта алады, и басқа не сфераларды көруге нормально это. Мен мысалға, енді бухгалтерияны бітірдім, тұрмысқа шықтым дегендей, одан кейін бір үшінші балама дейін ба жұмыс істедім, бухгалтерияда істедім. Но мен түсіндім, то, что это не мое. Мен бухгалтерияға баспен кіріп кету керек, өйткені ол жерде жаңа заң шығады, жыл сайын жаңа нелер, система өзгереді, бәрін соны қадағалап жүруің керексің басында. Нормальный бухгалтер болу үшін. Или сен, или отбасы қалады жайына, или сен жұмысқа кіріп кетесің, или ни туда, ни сюда болады, короче. А маған олай, нет, что-то не то дедім, да, и мен уже отказалась от бухгалтерии. Сонымен мен студент кезінен бастап тігінге қатысатынмын, да, тігін курсына. И сонымен сол тігінге алып кеттім. Хобби ретінде, кейіннен ол тігін бойынша грант ұтып алдым, алаң қаламмен. И соны істеп жүрдім. И оған да бірақ баспен кіріп кетпедім мен. По чуть-чуть не келгенше. И оны мен жаңа сіздің түсіндіргеніңіз бойынша түсіндім, да, то, что это, оказывается, нормально. Оған дейін мен өзімді андай кінәлайтынмын. Ни туда, ни сюда. Бір нәрсені бастайсың, аяғына дейін жеткізе алмайсың ба, не сонда сен бухгалтер емессің, тігінші емессің дегенде ше. Кейіннен уже түсіндім, то, что это нормально, то, что это по-женски. И выбрать ту сферу, которая сен саған да, и отбасыңа да қолайлы болатындай, уақыт анаған да бәріне жететіндей, сондай нені таңдау, это нормально дегенді, оны да түсіндім. И успокоилась. Тамаша. Жалпы негізі тренингқа дейін біраз дұрыс шешімдер шығарғансыз ғой, бірақ в то же время кінәлау сезім болған. Менікі дұрыс па, дұрыс емес па. Көп нәрсенің негізі күйеуіңізбен повезло бағашылған әйел екенсіз, да? Аллаға шүкір. Оны өзіне де сол кезде айттым, түсіндірім, сол да бір кішкене не болып қалды, бұрын айтпайтынмын деп қойсамшы. Бұрын вообще айтпайтынмын. Өйткені менде ондай не жоқ қой. Түсінбеген ғой өзім. Анализ күнде жаңағы уже тіркелген қыздар болсын, енді тіркелейін деп жатқан қыздар болсын, анализ шынайы жасаңыздар. И ол өзіңізге керек. Оны ешкім оқыса оқи берсін. Ол оқиды, ол бәрі сізді танымайды. Но өзіңіз үшін жасаған кезде өзіңізге түсінік келеді, да? Это знакомство с собой дегендей, өзіңді түсініп. Эфирде отырмақ атам. Үйге айлап кіріп отыр жолы. Кірмейді эфир менде. Сол. Тамаша. Енді жолдасыңызбен қарым-қатынаста соңғы бір нені қорытындылайық. Қыздар сұрақтарыңыз болса жазайық. Аллаға шүкір, жақсы. Оған дейін де жақсы болған. Нормально, жақсы. Анализ арқылы өзгеретінімізді түсіндім дейді. Простая Нур. Простая Нур, кімсіз сіз? Анализ кәдімгідей, дневник бұрыннан айтышы еді, дневник жазады, кинолардан көреміз ғой. Сол дневниктің өзі де, оказывается, өзіңді өзің, не ғой, отчет беру. Күннің соңында отчет беру дегендей. И содан кәдімгі бұрынғы терапия ретінде ол әсер еткен, да, анализ жасау. Жазу, иә. И күнделікті. Именно жазу, иә. Тапсырма қиын емес тренингта, именно анализ нәпсіге қиын. Айтыңызшы, тапсырма, в основном білетін нәрселер, но білгенмен де ода система жоқ та бізде. А бұл жерде полностью бәрі по полочкам разложено. И потом, например, осы аптаны, мысалы, бастайсыз сіз, одан осы болды, вау, күшті информация, осы потолок деп ойлайсың. И бітті осымен бітті деп тұрсаң, и келесі апта вообще басқа информация болып кетті. И сонымен қызық та енді, былай айтқанда. 3 айыңыз тез өтіп кетті ма? 3 айым тез өтті деп айта алмаймын.
өйткені енді кішкентай балам бар, нормально өтті. Айтып жатырмын ғой, жаңағыдай арасында тоқтап қалғаным бар, неден шығып, группадан шығып қалғаным бар, штраф төлеп қайтып кірдім. кішкене тоқтап, сосын түсіндім, то что еще жаңа айтайын дегенім, үш ай курстың мысалға біз марафон мынандай 2 апталық курс аламыз ғой, ол жерде тез жасаймыз, тез результат аламыз, и болды, ары қарай уже все, ары қарай не істеймін дегенде тұрып қаласың. А бұл жерде 3 ай жаңағы айтып жатырмын ғой, осы аптаны бітіресің, сосын келесі апта болды ау деген кезде тағы да бір жаңа нәрсе шығады да, и сөйтіп анау тоқтамауды, арасында кішкене демалуды үйретесіз жаңағыдай. Прям апта бойы информация емес, басында бересіз, сосын соны разжевывать етуге уақыт бересіз, демалуға уақыт бересіз дегендей. И потом следующий аптада қайтадан жаңа информация. И оны сөйтіп, и, короче, объемный курс та былай айтқанда. Тоқтап қалмайсың, өзіңмен кәдімгідей жұмыс жасайсың. Анандай бір короткий марафондарда, курстарда ол жерде вроде бы я жасадым, вроде бы я результат алдым, бірақ ары қарай уже қайтадан өз колеяңа түсіп қаласың да. Бұл жерде кәдімгідей совет беремін енді. Рахмет жаным, алла разы болсын, кері байланысыңызға. Күйеуімен так күшті болды деп айтып жатсыз ғой осы күнге дейін. Білмеймін, жақсы деп. Негізі ең үлкен осознание менің күйеуімге тигенімде бұл қайтадан күйеуіңізге ғашық болдыңыз ғой сіз негізі. Просто ол до этого оның істеп жүргені, сіздің айтқан істегені бәрі сіз үшін норма болған. Сіз настолько ол өзгердіңіз, ол екінің бірінің әйелдің бағына бұйыра беретін результат емес ол. Қанша әйелдер бар, қаншама алтын басты күйеулерін қадірлемей, бағаламай жүргендер. Бір сол қадірлеп, бағалап, оны еще тілмен айтып, жеткізіп, рахмет, чего третий машина жаңағыдай, мен кіммін, мен күйеуіммен осындай жасам, қасқыр қылатын да, күйеуін тілін шығаратын, боғауыз сөз сөйлететін, енеге қарсы шығаратын да, жынғы қылып қоятын күйеуін, әйелін, ол күйеуі. Немесе оны жайлететін, көмектесетін, поддержка беретін, тренингқа өз алып келетін, да, мысалға. Ол да күйеуге байланысты. Соны осознавать ету, осы, мысалы, 5 бала тудым. Неше жыл тұрмыстасыз? 15 жыл болды ма? 14 па? 14 жыл болды. 14 жыл бойы бұл обязан, ол так положено сияқты нәрсені сіз бір жоғары деңгейге көтердіңіз. И мен сізге айтайын, осыдан кейін отношения еще лучше болады. Еще күйеудің қадірін білген әйел, ол Аллах тағала одан сайын берекені үйіп төгіп қояды. Отбасыңызға Аллах тағала берекені үйіп төгіп қойсын. Бала шағаңыздың ұрпағынан көріңіз, осы алған іліміңіз 7 ұрпаққа дейін жететін ілім болсын. Саналы келін болайық, дана келін болайық, дана ене болайық. Біз сол возрастқа дайындалып өту керек, мен всегда соны айтамын. Енемен қарым-қатынас деген тақырып болды, сіздер енді өзіңіздің енеңіз жоқ екен. Енді онда қатты не болмаған шығар, көбісі енесімен тұрғандар. Бірақ енді ол енемен қарым-қатынас туралы тақырып, енеңіз болмаса да сіз үшін үлкен осознание әкелу керек. Мен қандай ене болуым керек. Көп қыздар айтып жатыр ғой, мен бүйтем, келінімді сөйтем деп ойлаған, мен өзгердім, мен ойым өзгерді деп. Болашақ Қазақстанда жасап жатқан біз ғой. Болашақ ене біз сол. Иә. Жоқ, жаңағы ғой, оның өзі жаңағы осознание, то что жаңағы мен осындай болып қалыптасуыма, ол күйеуімнің себепкер болғаны, оның өзі үлкен не да, ол өйткені ертең мен балама да түсіндіре аламын, 2 ұлыма мысалы, иншалла. То, что и там тоже на берегу шешіп алыңдар бәрін дегенде де, оны да түсіндіре алатын боламын да, иншалла. Қыздарыма болсын, балдарыма болсын. И былай да мен айтып жүрем негізі. Былай шешіп алыңдар дегенде ше алдын ала. Оны өзі мен оны осы жерде түсіндім да. Оған дейін мен оны түсінбейтінмін. Осындай, типа, осындай келін бұйырсын дегенге. Причем мен ондай не емеспін ғой дегендей ше, прям. Мақтайтындай, прям ондай дәрежеде емеспін ғой деп. Оказывается, соған жеткізеді, ну как, себепкер болған. Мен бүгін жаңағына бір қызбен сөйлесіп отырмын да. Тренингке келейін ба, жоқ па дейді, мысалға ойланып жатыр. Қанша тырысам дейді отбасым үшін, күйеуім бақта биік, ол жаңағыдай
көзіме көңілдесі бар екенін білдім неше жылдан кейін дейді. Мен бірақ ол үшін бәрін істеймін дейді. Ата енеммен тұрамын, мал десем малды бағам дейді. Ата енемді бағам. Үйде кісі күнде бір қора кісі дейді. Оны күтемін дейді. 5 бала, 4 бала туып берген, бір баласы ерекше. Оны сүйретіп жүріп мектепке іліктірдім дейді. Соның бәрін күйеуім как будто так и положено көреді дейді да. И қайын жұрттың алдында күйеуің саған қандай статус береді, сондай статустасың. Егер күйеуің сені өзі сыйламай, қанша тырысқаныңды бағаламай, өзі сені сыйламайтын болса, сені бүкіл қайын жұрт сыйламайтын болады. Немесе күйеуіңіздің өзінің авторитеті жоқ болады ғой, қыздар күйеу таңдаған кезде. Әулетте авторитеті бар ма, жоқ па, соны қарау керек. Егер оның әулетте авторитет жоқ, қойшы, жынды балақсы болады ғой, бір семейный бір статусы бар еркекке тисең, сен сол семьяда статус беріледі ол балаларға. Әртүрлі қарайды. Бір естіп, соның әйелі қанша жерден қолынан дым келмесін, ол бірақ бүйтіп көтеріп қояды да оны. Сосын біреудің ерке баласына ма, жынды баласына ма, жоқ әлде ешкім сыйламайтын, туғандар адам көрмейтін еркекке шығып алдың. Қанша жерден сен достойный бол, сен бәрібір сол еркектің әйелі болып тұрасың. Статусты саған күйеу береді. Сосын әулеттің алдында авторитетті ене береді. Қанша жерден тырыс, үйіне келген ыстық тамағын жайып, көрпе болып көсілсең де, сыртыңнан айтып отырады, менің келінім анау деп. Сонда сен бәрібір жақпайсың сонда қайын жұртқа. Сол ғой, ол деген сөз на берегу келісіп алу керек. Жар таңдауды үйрету керек жалпы. 2 ұлыңыз бар екен оларға да, 3 қызыңыз бар екен оларға да, қазден бастап. Қандай жар болу керек, қандай әйел болу керек, қандай күйеу болу керек. Кімге шығу керек, енені таңдау керек қазір. Күйеуді емес, енені таңдау керек иногда даже. Мен былай түсіндіремін ғой, саған мысалға өзіңе ұнай ма осындай болған, сенің, например, күйеуің болсын, әйелің болсын, саған ұнай ма сондай болған? Жоқ, онда өзің сондай болма дегендей ше. Солай түсіндіремін. Қазір пока. Потом енді солай үйрете беремін. Айнұр Бақытжанмын дейді, Бақытжан қызымын дейді. Біз 16 потокта. Мен де дейді, қазір курспен ақша құртатын кезде ойланатын болдым, нақты керек па, ол нәрсе маған жоқ па деген сияқты. Даже магазинге барғанда, қазір мен өзім байқаймын да, магазинге барған кезде бұрын подряд ала беретін да, подряд болғанда таңдап аласың ғой, заттарды, киім болсын, балаларға болсын, өзіме болсын, ала беретін. Қазір мен қолымда ұстап тұрамын да, сосын барып, былай қараймын, ойланамын, не үшін керек маған мынау деп. Сол күйі қалдырып кетемін. Осознанно, иә. Осознанно жұмсайды, осознанно таңдайды. Баяғыдай осы тренингтен кейін сізде курстарға, марафондарға деген тәуелділік азаяды. Вегетариально сіздің өсілгеніңіз, ол подпискаларға уже көп подписка жасай бастайсыз, уже артық шум, информационный шум екенін біле бастайсыз. Сосын психологтарға деген тәуелділік азая бастайды. Курстарға деген тәуелділік, не да женщина сияқты чувство кетті сізде. Оны өзіміз айта алмайсыз, деп отырсыз, мен сізге сөз соттауызбен жеткізіп бердім. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес, просто деп қойсаңызшы болды. Рахмет, Жазира ханым, Алла разы болсын. Алматы қаласына келіңіздер, қыздар, жүздесейік, сіздер үшін бар жатырмыз. Аяғым ауыр болса да, енді расы керек, баяғыда энергия жоқ менде, дегенмен осы күйеуімнен сұранып, жарты жыл бұрын жүрегіне салып қойып, осы именно 16 потоктың бітіру кешін Алматы қаласына жасағым келеді, туғанша барып келгім келеді. Енді бір күшті козыр болды ғой бізде. Сосын үйде отырамын ғой деп алдап қоямын. Сонымен Алланың қалауымен мені жіберіп, Бақытжан екеуміз барамыз бұйыртса Алматы қаласына. Сізді сол жерде көремін деген ойдамын. Иә, иншалла. Жақсы. Тіркелу тегін, Алматы қаласына келіп, семинарға қатысып, бітіруші қыздар тоже көріп, тағы бір тайм-менеджмент туралы сабақ аламын дейтін болсаңыздар, семинарға тіркеліңіздер, ол үшін қазір дайректке жаза кетіңіздер. Жақсы, сау болыңыз. Алла разы болсын. Рахмет сізге. Аяужан бармай ма дейді. Жоқ, Аяужан бара алмайды, Аяужан аяғы сынып қалған. Қазір костыльмен жүреді, Астана қаласына тұрады ол да еще. Немен таяқпен жүреді, сонымен оны апармайын деп отырмын. Бармай қой онлайн бізбен бірге онлайн бол деп отырмын. Денсаулығына байланысты Аяужан бара алмайды. Бақытжан екеуміз барамыз. Сіздер Алматы қаласына келіңіздер. Құдышева Динара. Жаным, Құдышева Динара, сіз келесіз ба? Жақсы қыздар, сау болыңыздар. Келесі эфирде жүздескенше, мына кезде сұрақ қойып жатыр. Мен сосын сіз жүктілікті сұрап алған дұғаммен деп едіңіз, соны айтыңызшы дейді. Алла қаласа, жүктілік туралы эфир арнайы өткізем.
бұйыртса, қалай дайындалғанынан байланысты бастап, қалай, я жақсы келемін дейді, жақсы Динара. Сіздермен сол жүздесу менің арманым. Қалай жүктілікте бастадым, алдыңғы жүктіліктерім қалай өтті, не үшін дайындалдым сонша ұзақ, қандай врачтарға бардым, қалай психологически дайындалдым, қалай иманмен дайындалдым, сол туралы болады. Онлайн көре аламыз ба дейді. Жақсы, Алла қаласа сол күні прямой эфир қосып қоюға тырысамын. Всем пока, сау болыңыздар.